Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен осы YouTube видеода Мекке сапарым жайлы, Медина сапары жайлы, ол жердің қандайлықты чудамен келгендігі, қалай маған оңай келгендігі, осы жайлы айтқым келеді, себебі ол видео өте көп просмотр жинатты, и мен толықтай соны детально айтқым келеді. Мен бір штук көйлегім бар. Маған көйлектер, абайкалар алу керек. Ертең алай-бұлай болып кетіп Меккеге кетіп қазақ бір штук көйлекпен Меккеде осы көйлекпен тұрмаймын, бүйтіп қолымды жайып құдайым. Наверное, сіз осы видеоны толықтай көргеннен кейін Меккеге деген желаниеңіз, ойыңыз өзгеріп, кәдімгідей махаббатыңыз ашылады деген ойдамын. Себебі менің Меккеге деген махаббатымды ашқан ол менің құрбым болды. То есть маған ой салды ғой, Мекке деген ол сонша сен қорқатындай жер емес, оған бара бер, ол нормально, сен шаман келеді, оған доступно деген сияқты. Ал Мекке деген сапар мен үшін бір 60-қа келгенде, үлкен жасқа келгенде барып баратын жер болып көз алдыма всегда елестейтін. Енді жалпы толықтай детально айтып беруге тырысып көрейін, сіздер мен әңгімемді тыңдап үйреніп қалғансыздар ғой. Жалпы менің әкем өте үлкен намаздағы кісі болады. И әрдайым менің күшті болып жүргендігімді мен әкемнің маған жасаған дұғасымен байланыстыратынмын. Яғни ол кісі көп дұға жасайтын, и ол кісінің дұғасынан кейін мен всегда жолым күшті болатын. Бір күн әкем қатты ауырады, және ол кісі мүлде намаз оқымай қалады, сүрелерді ұмытып қалады, тұра алмай қалады. Бастапқыда әкем ауырған маған қатты сезілмейді, бірақ именно әкем намаз оқи алмай қалған кезде, маған ешқандай дұға келмей қалған кезде, мен жолым жабыла бастаған кезде мен кәдімгідей қарадым, саған бұл кәдімгідей бір ауыр нәрсе болып жатыр ғой деген сияқты, и емдеуге тырыстым әкемді өз күшіммен. Осыған дейінгі барлық сынақтарда өзім көмектескен жағдайда шешіліп кетіп отырған, ақшалай шешесің, әйтеуір шешесің ғой негізінде, өзіңе сеніп. Осы жолы қалай да болмасын шешуге тырыстым. Әртүрлі емдерді көрдім, әртүрлі өзімше зерттеп көрдім, оған біраз ақшалар жұмсадым. Бірақ ешқандай ем болмай жатқандығы көрініп тұрды. Ешқандай результат жоқ. Сонымен біраз уақыт өтті, 6 ай деген көлем өтіп кетті сол кезде. И бір күні мен тупа атеист болып жаттым ғой, былай болады ғой. Аллах, сен мені әкем жараттың. Әкем өмір бойы саған құлшылық етті, жаман адам болған жоқ. Енді сен неге оны былай қинайсың? Ал мен әкем өмір бойы андай кісі болды да, қайырлы өлім болса екен, жаңағыдай жұма күні жаназам шықса екен деген сияқты сондай бір дүниелерді армандайтын кісі болды. Енді әр адам уже өзінің өлімін ойлайды ғой, как-никак. И сөйтіп жүрген адам болды. Мен кәдімгідей 3 күн атеист болып жаттым. Прям өте қатты состояние болды ол кезде. Аллах сонда көмектеспей қойды ма, енді қанша сұрасам да бермейді деген состояние менен 3 күннен кейін қайтадан Аллахқа бардым да айттым: Аллах, мен өзімнің тура жолда екеніме мен сене алмай жатырмын. Егер де сен бар болсаң, егер де сенің құдіреттілігің бұл әлемде бар болса, онда маған, менің көзіме өте көп адам саған молиться етіп атқан өте көп адамды көрсетші көзіме, чтобы мен сенің бар екеніңнен білейінші сенің бар екендігіңді. Себебі маған дін жайлы түсіндірген кезде оны папамыз бір әдебиетті оқытқан сияқты түсіндіре салғанда, дін мен үшін өміріме әкемнің дінге келуімен бірге келіп қалған. Получается, мен өз бетіммен дінге ешқашан келмеппін сол уақытта. Сол үшін ғой менің бірде керемет, бірде атеист болып кетіп жатқандығым сол кездегі. Сонда Аллахқа айттым ғой: Аллах, маған көп адам көрсетші көзіме, саған мұқтаж болып тұрған көп адамды, құлшылық етіп жатқан көп адамды көрсетші, потому что мен үйде қараңғыда бір өзім ғана намаз оқимын. И папам уже оқи алмай қалды намаз. И сен оны емдемей жатырсың. Значит, менің осы әлемдегі ең бір пір тұтқан адамым намаздан тайып кетіп тұр. Сонда мен дұрыс жолдамын ба, әлде дұрыс емес жолдамын ба деген сияқты көп ойлар келді сол уақытта. Аудиториям біледі, мен күнделікті бөлісіп отырдым ғой. Қатты жүрегіме батты да ол нәрсе. И осы дұғадан кейін барып, мен құрбыммен жолықтым. Құрбым Меккеге барып келген құрбы болды. Мен одан дейін Меккеге барған поле зрениемде адамдар болмапты да, олармен сөйлеспеппін де. Құрбыммен жолықтым. Почему-то құрбым именно сол кезде 3 сағат бойы өте ұзақ уақыт Меккеге барған сапары жайлы айтып берді. Мен соны қысқа қылып айтайын сіздерге, потому что ол история маған өте қатты влиять етті. Маған былай деп айтты: біз Турцияға деп ақша жинадық, то есть біздің ақшамыз негізі Турцияға сапарына ғана жетіп тұрды, бірақ іштей қалаған жеріміз Мекке болды. Меккеге 4 адамның бару, ол деген 4 миллион ақша болып тұрды, ал біздің қолымызда 1 миллион 700 мың теңге ғана болып тұрды сол кезде дейді примерно. И ладно, құрсын Турцияға билет алсақ қаламыз ғой деп
ертесі күні азанда тұрсақ, қайын ағам күшті бір предложение ұсынып жазған екен. Кәдімгідей группамен іздеген екен. Меккеге осындай билет шығып тұр, кім кетіп қалады, групповой кетіп қалайық деп кәдімгідей осы 4 адамды іздеген екен. И бар жоғы 100-ақ мың теңгеден билет шығып, сол 1.700.000 теңге олардың 24 күніне жеткен екен сол жақтағышы. Әр бірін айтты. Сол жақта үйді тілегенін айтты, сол жақта көлікті тілегенін айтты, үйін де алды, көлігін де алды да Меккеден келе салысымен. И мен көп сол жерде әртүрлі сезімдер сезіндім. Және сол құрбым маған ырымдап өзінің чемоданын берді. Меккеге барып келген, осы чемоданмен Меккеге бару бұйырсын деп та берді. Хорошо, окей дедім. Және осы аралықта тағы да бір ханым мені жолға шақырды. Кездесуге менің оқушым болып келетін кісі ол кісі, бірақ жасы үлкен 45-терде. Менімен жолғатта ол кісі орамалда, ол 2000 жылдан бері орамалда жүрген кісі да. И мен ол кезде орамалда емеспін, девчачьямын, кәдімгідей девчачья көйлектер киемін, осындай ашық киінетін қызбын, кәдімгі қарапайым қызбын. Бірақ психолог, психотерапевт, ол жұмысым тұр. Сөйтіп ол кісіге мен Мекке жайлы вопросы, возраженияларымды қоям. Яғни ол кісі менің бір қиналып жүргенімді сезеді, жұмыс істеп жатырмын, бірақ бір нәрсе мені не устраивать етіп тұрғанынша. И ол ситуация менің әкеммен қатысты екенін айтамын. Мен әкем ауырып қалды, және мен ол нәрсе қатты жаныма, жүрегіме батып жатыр. Мен не істерімді білмей тұрмын дегендей. Сол кезде Меккеге ақшаң дайын ба деп сұрады ол. Мен айттым, дайын тұр. Сосын дайын тұрса неге кетпей жатырсың? Мен 45-ке келіп та Меккеге қанша рет барғым келсе де мен бара алмай жатырмын. Менің құрдас келіншектерімнің барлығы барды, бірақ мен шақырмай жатыр. Егер сенің жүрегіңде ниетің болса, ақшаң дайын тұрса, сені не ұстап тұр дейді ғой осылай. Не ұстап тұр сені дейді. Сонымен мен сұрағым біреу ғана деймін. Мен Меккеге барып келгеннен кейін өмірімде ешнәрсе өзгермей қалса ше деп сұраймын. Егер де мен Меккеде жүрген кезде әкем қайтыс болып кетсе ше деп сұраймын. Және мен Меккеге жаратқан ақшамды елге қайттан келгеннен кейін қайтадан соны орнына қою керек боламын ғой. Может, не стоит тратить на это деп ойлап тұрмын деп осы 3 сұрағымды қоямын. Сонымен ол 3 сұрағыма менің жауап береді. Меккеге барғаннан кейін өзгермей, бір нәрсе өзгермей қайтып келу адамның мүмкін емес деп жауап береді. Сен ол жаққа барғаннан кейін міндетті түрде бір нәрсе өзгереді. Тіпті сен сол жақта жүргенде әкең өліп қалатындай случай болса, сен оған жәннатты тілеп үлгересің, ал Меккеде тіленген дұғалар олар қабыл болады міндетті түрде деп түсіндірді. Және екінші сұрағым, барғаннан кейін ақшам қайтам орнына қою керек қой, енді бойдақ қызбын деген сияқты да, қою керек, ақшамен проблема всегда бойдақ қыздарда жүреді. Андай ананы төлеу керек, мынаны төлеу керек, бүткіл расход өзімізде деген сияқты. И сөйтіп ол айтты маған, сенің Меккеден кейінгі өмірің 180 градусқа өзгеріп кетеді, сен ол ақшаны уайымдамай-ақ қой. Сен главное сол жерге жетіп алсайшы деген сияқты қылып маған айтты да. И мен сол кісімен встреча кезінде уже Меккені броньдап тастаймын. 100.000 теңгеге броньдап тастаймын. И сөйтіп мен броньдап тастаймын ол жерді, мен барам деп ойлаймын кәдімгідей, ол уақыт келеді. Ешқандай дайындығым жоқ, себебі Меккеде тіпті мен білмеймін, Меккеде құлшылық кезде ғана орамал тағып, құлшылық емес кезде шашпен жүреміз деп ойладым ба, білмеймін. Кәдімгідей косметика, плойкаларын бәрін жинап, чемодан туралап, мен Алматы арқылы Меккеге ұшатын боламын негізінде. Сөйтіп Алматыға ұшып барам Астанадан. Кешкі сағат 6-лар, біз түнгі 4-те ұшу керек боламыз да. Кешкі сағат 6-ларда маған менеджер хабарласады, сіздің билетіңіз жоқ екен дейді. Сізді Астананың менеджері қабылдаған екен, біз Алматы менеджерлерінің берген адамдардың жібер жергенбіз да. Сіз общем ілінбей қалғансыз дейді ғой маған. Мен Астанадан Алматыға ұшып барып тұрмын, предвкушение состояниемен тұрмын. Капец, сол жерде прям сынам ғой, мен полностью өшем. Мен өшем кәдімгідей. Отырым, рыдать етіп отырым. Сол ұшпай қалған күнменен ортада ровно 10 күн өтті. 10 күн ішінде не ішкенім, не жегенім, не істегенім есімде жоқ. Я помню, бір салонға бардым, менің шашымды күйдіріп боятты да сол кезде. Я помню, 6 сағат бойы менің шашымды күйдірді, бірақ мен ештеңе сезген жоқпын. Еще содан кейін сол жердегі бір қыз, Падиша ханым, мен сізді танимын, бетіңізге массаж істеп берейін деді, декольте бәрін. Массажға жаттым, бірақ ештеңе сезген жоқпын. Қайтадан Астанаға ұшып келдім, ештеңе сезбеймін. Помню, жасыл диванда былай жатырмын да, и жаным жай табар емес, болмай жатыр. И сосын егер де мен өзім бір нәрсе өзгертпесем, ешнәрсе өзгермейді ғой. Ақыры жұмыс істегім келмей ма, тамақты сезбей қалдым ба, уайымдай беріп жатсың ба, әкең өлгенін ғана күтіп жата бергім келмей тұр ма, өшіп тұрсың ба, онда соңғы рет бір попытка істеп көрейінші деп өзімнің таныс білетін бір кісі болатын, өзінің тревелі бар да, осы Меккеге апаратын. Сол кісіге мен 29 күні жазам, ал олар
30 күні таңда ұшу керек адамдар. 29 күні жазамын кәдімгідей мені апарыңызшы Жаке, мен бару керекпін, мен әкемнің жағдайын білесіз ғой, ол кісі мен әкем таниды да, мен жағдайын білесіз ғой, мен сол кісінің дұғамды тілеу керекпін деймін. Сосын ол кісі біз уже ертең ұшайын деп жатқан адамбыз, біздің именно бізге мысалы олар скат алады екен да, бүткіл туркомпаниялар бөліп алады екен соның орындарын, 70 место 30 место деген сияқты, и біздің 75 местомыз толып қойған дейді. Мен айтамын, маған бару керек, мен тыңдым, өшіп бара жатырмын, баруым керек депті. И ең сол кездегі баға бойынша қымбат болып тұрған туркомпания сол болды. Неге екен білмеймін, маған қымбат болып көрінді да, енді 1.750.000 болып тұрды сол кезде. И сөйтіп ол кісі мен өтініп жүріп, ол кісі ровно 2 орын қосты, тағы да жаныма бір адам қарастырды. Сөйтіп мен Астанадан Шымкентке ұшып барып, олар визамды жасап үлгеріп болып, мен үлгердім сол рейске. Сосын осы жерде айтылатын сұрақ, ақшамен барлығы дайын тұрған ғой сізде деген сұрақ болатын болса, ақшамен дайын тұрған жоқ едім. Мен ол кісіге айттым, $1000 берейінші сізге, ал қалған $750 мен сол жақта 10 күн жүремін ғой, 12 күн сол кезде мен сізге беріп тастаймын, ал өзіме карманный расходқа ғана артық бір ұстап тұрмын осынша доллар, бірақ деген мен басқа амал жоқ, мен жіберіңізші дедім да кәдімгідей. И я помню, таңда я прилетела, орамалды таптым, көзім ол кезде операция әлі істелмеген, көзім зрениесі нашар, и линза тақтым да, очкиім жоқ, очкиді ешқайсысы дайын емеспін. Плойкаларым салып алғам, как положено. Сөйтеміз да ұшамыз кәдімгідей, ұшып кетеміз. Мен до того шок болдым сол кезде, мен ұшпай қалам деп ойладым, до конца мен ұшпайтын шығарым деген сияқты, бір өзім жалғыз бір штукпын кәдімгі. Ешкімді танымаймын, сол Жаке деген сол тревелдің бастығын ғана білем, ол кісімен біз таныспыз, әкемді танитын адам, и ол кісіні қатты сыйлаймын, сол кісінің адамын басқа ешкім танымаймын. И сөйтіп кәдімгідей ұшамыз, 5 сағаттай біз прямой Мединаға ұшамыз. Мен өте, білесіздер ма, мен андай компаниямен ұштым да, өте аталар көп, жас поколениясы үлкендер көп кісілермен ұштым да мен. И мен жас арасындағы ең әдемі кішкентай қыз болдым. Ол жерде әдемі жігіттер көп болды, и менің гордыням мына жаққа шейін көтерілді да, менде борьба басталды кәдімгідей. Мен шетелге жүріп үйреніп қалған қызбын, ал Мекке, Медина ол оказывается мүлде бір путешествие городок емес екен, ол кәдімгідей ол құлшылықтың елі екен да. И біз Мединаға қонамыз, уже қонған аэропортта намаздың екінтінің уақыты кіргенде барлығы кәдімгідей бүйтіп шапырап деген намазын оқыды. Мен түсінбеймін, боянып әдем болып бүйтіп жүріп Мединаға әйтеуір жеттік отельге. Барлығы пайғамбар мешітіне кірді. Мен өзінше кәдімгідей, мен қайда келдім, мына адам мен неге соғып кетеді, адам неге көп, неге ауа жоқ, неге тамақтың дәмі онша емес, өте біртүрлі тәкаппарлық қосылды менде. Неге екенін білмеймін сол кезде, жаман тәкаппарлық қосылды. Біреумен соғады, адам көп, енді понимаете, адам көп, и соғады, итереді кәдімгідей, ұнамай жатыр да ол нәрсенің барлығы. И сөйтіп сол бір түн жеттік, ұйықтадық. Ертесі күні түсте маған хайыз келді. Мүлде пландамаған хайыз болды, қыздар. Я была просто в шоке. В шоковом состоянии. А ертесі күні біз Қағбаға бару керекпіз. Яғни сол түн бітет, таңда біз Қағбаға шығамыз. Қағбаны көреміз. И мен почему-то былай ойладым, Қағба, он платный, вход платный деп ойладым. Енді, чтобы вы понимали, мен онда білімді болып барған жоқпын да ол жерге. Мен Қағбаны платный деп ойладым. И жаңағы то есть $1750 ішінде Қағбаға төленетін бір входтың ақшасы бар деп ойладым да. Бір 200 мыңдай ма берет шығар входқа, потому что Түркияда боласың, любой бір башняға кіресің да, ол жер бір нәрсе лира төлейсің. Дубайға барсаң бір нәрсе доллар, дирхам беріп кетесің мысалға да. Енді білмеймін, всегда сондай болды ғой. И мен Қағбаны да платный деп ойладым. И сөйтіп менде хайыз, менде паника, мен Жаке, менде хайыз деймін, отырады да, ойбай, мен ондай жағдаймен сталкиваться етпеген, мен ондай түсінбеймін, мен саған апалардың номерін беремін, апалар мен сұрап көр енді дейді. Ол апаларға есігін қағып барамда, апа менде хайыз не істеймін деймін, ол кісі тұрады да, ойбай қызым, бізде давно тоқтап қалған, сен деген білмеймін ондай случайда не істейтінін дейді ғой. Қыздар, мен сол кезде мен бұл Қағбаны көре алмай кетемін деп ойладым. Өйткені мен қатты қорықтым. Маған ескертіліп айтылды ғой, егер де сендердің гордыняларың көп болса, егер де сендер сондай Аллах қаламаса дейді да, даже Меккеге келіп тұрып Қағбаны көрмей кеткен адамдар бар деп айтқан кезінде, мен жаман отельді басыма көтеріп жыладым, қыздар. Сол кезде бәрі ойлапты, мына қыз сондай иманды ма, не үшін сонша жылап жатыр деп ойлапты да, а мен жылап, тоқтамай жылап жатырмын.
еще ана бір дұғам бар ғой, видеоның басында айттым деп ойлаймын. Мен жаңағы атеист болып жатқан кезімде маған көп адамды көрсетші, саған құлшылық етіп жатқан деп мен сұрадым ғой Құдайданша. И Мединаға түскен кезде түстік қой, біз аэропортқа қондық қой, сол кездегі бүткіл адамның жалбарынып жатқанын көрген кезде мен уже доверием болды Аллахқа. Яғни мәссаған мына жерде байы да, кедейі де, инвалиді де бәрі дұға етіп жатыр, значит мен бір өзім бір штук емес екенмін, Аллахтан дұға етіп жүрген, мен қазір жалғыз емес екенмін деген менде бір мысль болды да сол кезде. И сонымен хайз деген ситуацияда тұрамын, өліп талып жылаймын, құрбыма звондаймын, жаңағы чемоданын маған берген, ырымдап чемодан берген қызға звондаймын, тұрады, ол айтады, Падиш, біздің случаямызда бір келіншекте осындай жағдай болып еді, мен содан сұрап көрейінші, бір дәрі бар дейді. И сол дәріні алып сен ішші дейді маған. И жібереді, Аллаға шүкір, мен жаңағыдай нені табамын, аптеканы табамын, жүгіріп барамын, дәріні сұраймын. Маған 23 мың теңгелік бір дәріні есептеп береді. Оказывается, ол 6 мың теңге ғана тұратын дәрі 2 штук. Хай стоп десеңіздер беретін, соны 6 мың теңгеге алам. Дәрі кішкентай ғана. Қолыма ұстап тұрмын да, и менде андай чувствода, қалайша мынандай штук дәрі менің хайзымды тоқтата алады. Енді мен өмірде ондай информацияға сенбегенмін, что ешқашан мен хайзымды тоқтату керек ситуациямен сталкиваться етпегенмін. И ананы ішейін деп жатып, Аллахқа айтамын ғой, Аллахым, мен гордынямды басамын, тәкаппарлығымды басамын, бұл жер сенің жерің, және мен бұл жерде құлмын, действительно, потому что бәрі құл бейнесінде жүр, ешкім боянып, ешкім подводкасын жағып, керемет болып, бренд тағып етіп жүрген жоқ, бәрі құл болып жүр. Аллах, мен де солай жүремін, өтінемін, маған қағбаны көрсетші деп жылап тіледім. Дәріні іштім, отельде қалдым, барлығы сол күні Мединаның мешітін араладым, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан жерді, жаңағыдай жанында жатыр ғой, Абу Бәкір мен Омар жатыр, сол жерді барды, көрді да, ол жерде намаз оқу, менің естігенім бойынша 2 рәкат намаз жұмақта оқығандай сезім береді деп айтты да. Мен содан қалып кеттім ше. Мен оған барғым да келген жоқ, негізі, өйткені мен білімім де жеткен жоқ, бірақ менің іште отельде бір өзім жатқаны маған ауыр тиді да. Мен деген отельде жаттым енді. Жаман болдым, бірақ адамдардан бөлініп қалған сияқты. Аллах бүткіл мешітке кіргізіп, қай ситуацияда сен мешітке кіре алмайсың ғой, енді мен ғана қалып кеткен сияқты өте жаман бір ауыр ситуация состояниеде қалдым да. И сонымен мен қалдым, азында ұйықтап тұрсам, тап-тазамын, прикиньте, мен ғұсыл алып жолға шығып кеттік Меккеге. Мен сол кезден барып басталды деп ойлаймын менің осы Меккеге бару деген сапарым. Себебі оған дейін менде ниет болған жоқ, менде гордыня, өте қатты гордыня болды қыздар. Мен сұлулығыммен гордыня сезіндім. Енді қалай сен сұлу емеспін деп ойлайсың, ана жердің бәрі апалар, еркектер, әдемі еркектер, ухоженный, сен бойдағы қызсың. Конечно, сен жаңағыдай гордыня ойнап, нәпсің ойнап жатыр да. Соның бәрін бәрін бастым да. Құдай мен көзіме вообще жігіт көрсетпеші дедім ғой. Жігіт вообще көрсетпеші мен көзіме, мен бір өзім жүре берейінші, мен тек құлшылық істейші деп ойладым. Меккеге жолға жүрдік, біз Меккеге күн ұзақ жүрдік да, сонымен түнде сағат 10-дарда жеттік. Хайзым дәрісін ішіп жатырмын, лишь бы кеп қалмасын деп та, енді қорқып сөйтіп бір түрлі қорқыныш состояниемен тұрдым да. Не айтам, не істеймін, қағбаны көрейін деп жатыр. Мен бірінші рет менде тіпті жаңағыдай барлық адам жиналып, жаңағыдай барайын деп жатады ғой Меккеге. Оларға группа создавать етіледі, оларға информация беріледі, жаңағыдай ақ нені қалай орайды үстіне, әйелдерге не болады, не болмайды да. Мен ондай группада да жоқпын. Мен вообще ешқандай чатта да жоқпын. Мен соңғы күні ілініп ұшып кеткем ғой, получается. Мен ештеңеден хабарым жоқ. Абсолютно ештеңеден хабарым жоқ. И түсеміз, сағаттың алдына түсеміз, кәдімгідей келеміз отельге, тағы да бір жуынып аламыз, сағаттың жанына келеміз, барлығымызды топқа жинайды, бүйтіп ортаға жинайды, жігіттермен қаптайды, чтобы біз араласып кетпеуіміз үшін. И бір қыз мен қолымды былай ұстап алғанда кәдімгідей, сіз бірінші ретсіз ба осы жерде дейді. Жас қыз, ол топтағы ең жас деген менімен қатарлау деген қыз, и то менен үлкен 10 жасқа. Бірақ енді жасы сол ғана болып тұр. Сіз бірінші ретсіз ба Қағбада дейді. Мен айтам, бірінші ретпін. Ол тұрады, Қағбада тіленген дұға қабыл болады. Сіз дұғаңызды дайындап кіріңіз, өйткені қазір Қағбаны көргенде сасып қаласыз. Менде бірінші рет сондай болған, мен сізге ескертейін деп келді, өзі ескертеді, өзі қолымнан ұстайды, бүйтіп ұстап алған. Еще мен таң қаламын ана қыздың поступкасына. Ал мен негізінде Қағбада тіленген дұға қабыл болады деген факты да негізінде білген жоқпын. Қазір білген сияқты айтып тұрмын ғой, негізінде мен онда білген жоқпын. Сол қыз айтқаннан кейін барып білдім. И соны айтқаннан кейін барып
тек төмен қарап ләббәйк алла деп төмен бардық қой жаңағыдай ұзақ жол болып 1 жарты сағаттай жүрген сияқты маған ұзақ сезілді. Сол кезде мен Қағбаға қарағанда әкемді қайтарып берші, әкемді жазып берші деп тілеймін деп төмен қарап жүрдім. И кәдімгідей қап-қараңғыдан нұрланып бара жатыр, ана аппақ болып даже көзіме жап-жарық болып бара жатыр ғой енді ана жерші. Кстати, бір фактты айтайын. Біз автобуста кетіп бара жатқан кезде мен көзіме линза тағып алдым деп айттым ғой. Маған жылауға өте қиын болды. Еңіреп жылағым келді, да? Жылауға қиын болды сөйттім да. Мен көзімдегі линзаны бүйтіп алдым да лақтыра салдым. Ал мен ол линзаны таққан себебім Қағбаны анық көрейінші, мен көзім -3 болды да сол кезде. Мен вообще анық көрмеймін негізі, мутно көремін да. Мен анық көрейінші деген ниетім болған, мен оны лучше жылайыншы деп ойладым да, сонымен деген мен оны бүйтіп алдым да шешіп лақтырып тастадым. Сөйттім да нұрланып бара жатыр, жап-жарық айналамын барлығы Қағбаны бүйтіп бастарын көтеріңдер деген кезде, көтерген кезде бірінші мен Құдайым әкемді қайтарып берші, жазып берші деген дұғаны тіледім. Бітті сонымен. Тіледім, ары қарай 7 ретте бүткіл жандағы қыз енді тоқтамай еңіреді, жылады. Құдая тоба, неге үйтіп жылап жатыр деп ойлаймын ғой мен. Менің басым былайынан бұрылғанда Қағбаны көреді да ыржиып 7 рет ыржиып айналдым ғой мен, прикиньте. И жаңағы туркомпания барлығының жылап жатқан эмоцияларын алғанда, мен кадрда вообще жоқпын, түспегем. Мен сұраймын ғой енді, мен неге кадрға 1 рет те алмағансыздар десем, сіз тек күліп тұрдыңыз да, бізге жылап жатқан эмоциялар керек болды дейді. Мен дедім да қоя салдым, бірақ мен 7 рет ол Қағба кішкентай аяқ нәрсе да негізінде, бірақ оның жанына жақындаған кезде адамдар көп, и ол кәдімгідей үлкен кругқа айналады деген сияқты. 7 рет қалай болып, бұл 1,5 сағаттық жол негізі, кәдімгі 7 рет айналу деген нәрсе қалай тез өткенін білмей қалдым. Болды, сол сапарды аяқтап, Сафа Маруаны жүріп, кіші қажылықты орындап, отельге келіп ұйықтадық. Ертесі күні мен Қағбаға баруға ойландым, Әл-Харамға бардым, бірақ мен Қағбаны платный деп әлі ойлап жүрмін ғой. И прикиньте, мен Қағбаға кірген жоқпын. Ертесі күні Әл-Харамға барамын, Макдональдсымды жеймін, Старбаксымды ішемін, өзім сторисімді жасап жүрмін, дұғамды істеп жүрмін. Өзім жүрмін да енді. Қағбаға кірмеймін, бірақ потому что мен ол нәрсені қымбат деп ойлаймын. Неге екенін білмеймін. Андай бір мысль болады ғой, мен оған недостойнымын деп ойлаймын ба, или мен Қағбаны платный, вход платный деп ойладым. Кемі 200 000 деп ойладым. Сөйтіп 3-ші күні барып, маған бағанағы қыз бар ғой, Қағбада былай қолымды ұстаған, сол қыз Қағбаға барып қайтайық дейді маған. Мен жоқ, мен бара алмаймын, мен оған ақшам жоқ деп қоямын кәдімгідей еще. Ол жоқ қымаш тегін ғой ол жер деп сөйтіп апарат. Қағбаның алдында намаз оқимын 3-ші күні, мен таң қалам, что мен Қағбаның алдында намаз оқып отырмын. Ал мен Қағбаның суретін бір плакаттардан ғана көргем ғой, өзім картиналардан, плакаттардан ғана көргем. Ол слишком мен үшін өте алыс жер болған, мүлде алыс жер болған. Ол жерге бару мүмкін деп ешқашан ойламағам қыздар. Мен 8 күн бойы хайызды дәрімен тоқтатып келемін, және 8 күн бойы тоқтамай тек әкемді тілеймін. Тек қана әкемді, Құдай әкемді жазып берші, оны қайтаршы, оның намазын есіне түсірші, оның дұғасын есіне түсірші. 6 ай бойы қиналды әбден, тамақ ішпеді, душқа түспеді, моншаға түскен жоқ, далаға шыққан жоқ, есік ашқан жоқ, жұмыс істеген жоқ. Аллахым қайтарып берші деп полностью тілеймін. 8-ші күні. 9-ші күні біз 60 адамбыз да барғанша, сол 60 адамның ішінен біз 2 ғана штук қыз болып, жаңағы Меккенің ең төбесінен шығатын видына барып көретін жерге папаца етеміз, сол жерге барамыз. Сол жерге барғанда барып мен ойланам да, мен Аллахқа дұғамды айтып қойдым. Аллах қабыл етем деп уәде берген. Неге мен оны қайталап тілей беріп жатырмын? Сенбегендіктен ба? Жоқ, мен лучше өзіме басқа дұғаларымды тілейін деп ойлаймын да. Сол кезден бастап уже басқа дұғалар тілей бастаймын. Яғни Аллахы маған ер азаматымды жолықтыршы, Аллахы маған көлігімді қайырлы түрде берші деп. И сосын бізде менің туған сіңлім сол кезде Ақтауда туып атты. Шілдехана болу керек болды, 40 күндігінен шығарылып атты баласы ше. Менің әкем ауырып қалған, ол жаққа ұшып бара алмайды, мүлде есіктен шыға алмай отырған кезі. Сол кезде сіңлімнің енді менің шілдеханама ешкім келмей ма деп жылағаны бар да, даже сен келмейсің ба депті. Ал мен егер де Меккеде болмағанда барар едім Ақтауға. Аллахқа айтам, Аллахым өтінем, біз ол жаққа ешкім бармай қалды, енді сіңлім бала туып жатыр, прикинь, бізден ешкім бармайды, это же капец жестоко да, ол қызға ауыр тиеді ғой, Құдай осы ситуацияны шешіп берші депті. Меккеде болу керек шілдехана, почему-то тойдың датасы 10 күнге ары созылып кетеді, прикиньте. И мен 8-ші күндемін, 8-ші күн жаңағы Меккенің видында, жоғарғы видында барлық дұғаларымды тілеймін өзімнің.
10 күн болады, біз по идее уже қайтатын күніміз. И мен 10 күні соңғы рет Қағбаға бардым, қателеспесем. Сонымен мен ары қарай уже хайызды тоқтата алған жоқпын. Тіпті дәрімен мен тоқтата алған жоқпын дәрімен. Сөйтіп хайыз күйінде елге келдім. Шымкентке қондық. Үйге кіруге, менің үйге баруға менің духым жеткен жоқ, потому что мен Меккеден келдім да. Паника ғой менде. Келдім и блин, не болады екен, қазір мен әкемді көрем, егер де мен оны жазылмаған күйде көрсем, мне будет очень больно. Өйткені папам почти мен танымай қалған, он такой страшный, я от него так боюсь. Мне сложно было үйге баруға, и мен ол күн үйге барған жоқпын. Прям Шымкентте қалып кеттім. А я из Туркестана. Шымкентте қалып кеттім. Ертесі күні братишка мне позвонил и говорит, қашан келесің үйге, папа ждет тебя деп. Мен қорқам, кәдімде қатты қорқам, жүрегім деген аузыма сыйып қорқып тұр менді да. И до того қатты қорққаным, үйге баруға қатты қорқтым, бірақ мен бардым үйге. Түскі үштерде үйге барсам, девочки, менің 6 ай бойы жазылмаған онкология 2-ші степень болып тұрған әкем да, сол 10 күндікте 2 рет сыртқа жұма намазға барып келген. 6 ай бойы бара алмай қалған еді ғой. Душқа түсіп, қырынып, әдем болып, нұрлы болып, екінтімнің уақыты келіп қалды. Мен соны оқып алайын, сосын сөйлесеміз, пока кіре бер дейді ғой маған. Я была просто в шоке. Я в шоковом состоянии была, девочки. Кірдім, базарлықтарымды бердім. Сол жақта бір құрма бар екен да, сиқырды анау-мынауды қайтаратын бір құрма бар екен. Қымбат тұрады екен ол құрма. Сөйтіп мен арнайы жаңағы жәкеге мен сол құрманы алу керекпін, сол құрманы тауып беріңізші маған, әкеме апару керекпін деп сол құрманы алып, я помню, ол құрманың 7 штугын жесе, сразу жаңағыдай бәленің бәрін беті қайтады деген сияқты естіп алған мен де әдемілеп. Сенбегенде қайтесің енді, хәл үстінде жатыр адам деген. Сөйтіп деген құрмамда келіп папама 7 құрманы жегізіп, зәмзәмін ішкізіп істедім да, үйге қонуға қорықтым, қыздар, білесіздер ма? Мәссаған қорықтым, бұрынғы қорқынышым қалып кеткен ғой. Хотя мен үйде тұрмаймын, бірге бір папамнан қорқып тұрмын да енді. Бірақ ол кісі кәдімгідей өзіне келіп қалған, и сразу мен телефонымды алып кел деді маған. 6 ай қосылмаған телефон. Қостық, 2 сим-картаға мегабайт салайық, қосайық деді. Бәріне звондап шықты ғой мен көз алдымда. Мен жазылдым, сендер қалайсыңдар, тойға болса шақырыңдар, өлім жітімге шақырыңдар, мен жазылдым деп кәдімгідей бәріне звондап шықты ғой. Мен сол кезде я просто была в шоке, боже мой, қыздар. Сонымен әкем сұрады, Меккеге қалай барып қайттың? Олар мен барайын деп атқанымды бір күн емес, Астанадан Шымкентке ұшатын кезде ғана білдім. Мен ешкімге айтқан жоқпын, айтатындай халде болған жоқпын. Сөйтіп, Меккеге қалай бардың, Мединадағы жаңағы пайғамбар мешітіне кірдің ба дейді емес пе, жаңағы Абу Бәкір мен Омар пайғамбар жатталған жерге кірдің ба дейді ғой маған папам. Мен айтамын, мен уже кірген жоқпын деймін. Ол тұрады да, ой, неге кірмедің, мен саған өмір бойы айттым ғой, Омар бар, Абу Бәкір, Омар жайлы айттым ғой мен саған өмір бойы дейді. Мен айтамын, ой, мен ол маңызды екенін білген жоқпын, мен әрең дегенде әрең Қағбаға жеткеніме қуандым деп та енді бәрін түсіндіріп солай айттым. И мен кеттім, сол тірлікті бітірдім, қайттым. И бір күннен кейін, қателеспесем, бір күннен кейін олар Ақтауға билет алып ұшып кетті, прикиньте. Менің сіңлімнің шілдеханасына барды, әкем өз аяғымен барды. Ол мүмкін емес еді ондай нәрсе, ол барды, қатысты, мен таң қалдым кәдімгідей. Сол кезден бастап мен Меккеден келген күні енді орамалды былай тюрбан қылып тағып алдым. Шешуге жүрегім жеткен жоқ. Үйге келген кезімде әкем, сен енді қажысың, орамалың басыңнан түспесін деп айтты. Хотя менің әкем өмір бойы ешкімнен ерекшеленбе, қалай барсың солай жүре бер деп үйреткен кісі болған ғой. Ол сол кезде маған айтты, орамалың түспесін деп. И менің де жүрегім орамалға кәдімгідей келіп тұр, жақын болып тұр. Мен орамалға келу жайлы ойланған да жоқпын, бірақ мен үшін, я помню, Меккеде қыздар өте қатты молиться етті, осы қыз орамалға келсе екен, осы қыз орамалға келсе екен деп та. Тағдырым қалай боларын білмеймін, бірақ мен оңай келдім, өте қатты оңай келдім. Сол орамалмен сосын қайттым Астанаға. Уақыт араға көп салмай өзімнің жігітімді жолықтырдым. Меккеде қабыл болған дұғаларым. Жігітіммен параллельно, жігітім маған сөз салды, я менің қызым болшы деп, кәдімгідей, ол менің көлік алған күнім. Мен көлікті де сол кезде алдым. Одан алдын әрине көліктерім болды, бірақ сонда да әртүрлі аварийный ситуациялардан кейін көлікке отырудың өзі мен үшін өте қатты қиын болып қалған еді. Соның барлығының тез болып кетті. Прям мен дұға тіледім ғой, сол жерде тілеген дұғаларым бар ғой, автоматически бәрі қабыл болды ғой. Қыздар, мен таң қаламын. Вот осылай бітті Меккенің ситуациясы. Сол жерде мен өзімнің түйгенім, мен махрам жайлы мүлде білген жоқпын.
мен махрам жайлы білген жоқпын қыздар. Менің ағам да, менің күйеуім де, менің папам да, в общем, мен махрам болған жоқ. Мен махрам деген ситуацияны маған даже айтып, ойбай, махрамыңыз бар ма дейтінге дейін тіпті үлгерген жоқпын. Бұл бірінші факт. Мен бұнымен ешқандай пәтуа бергім келіп отырған жоқ, бірақ адам шын қалаған кезде барып алады екен кәдімгідей. Қалай болсын ол барып алады екен. Ол бірінші жағдай. Және екінші жағдай, жаңағы қойып тастаймын деген ақшамды, Қағбаның алдында отырмын ғой, мен соңғы 8-ші күні ма, или соңғы 10-ші күні ма отырдым Қағбаның алдында, сол кезде жазады ғой туркомпания маған, сіз деген қалған суммасын қойып тастаймын деп айтқан екенсіз ғой деп та. Мен сол кезде былай Қағбаға қарадым да, Аллах, осы жаққа келерде осынша сумма қойып тастаймын деп айтып едім, соны қойып тастайыншы деген сияқты. Бірақ дұға болды, и ол тез қабыл болды, мен беріп тастадым, вообще проблема болған жоқ ол нәрседе. Сосын тағы қандай момент бар? Мекке деген ондай бір қорқынышты жер емес, бірақ ол путешествие емес екен қыздар. Ол жер құлшылық орны екен. Өте көп құлшылық, және де мына өмірде адасып кетесің ғой, кәдімгідей сол адасып кеткен кезде лучше сол жаққа барып жүрегіңнен өз орныңды тауып келген өте бір ғанибет ситуация екен негізінде. И сол жаңағы неде Қағбаның ең үлкен бидінде, жоғарғы бидда мен тілеген дұғам бар, осы жерге қайта айналып келейінші, бірақ ол кезде күйеуім болсын, ішімде балам болсын деп тілегенім бар. И тот раз Балиға, Малайзияға саяхат істейтін кезде мен көп ойландым да, қай жаққа саяхат істесем екен деп. И сол кезде маған ассистентім айтады да, мен айтып жатырмын ол кісі, Меккеге барып келсем екен деп айтып жатырмын ғой, ассистентім айтады, жоқ, сіз Меккеге балам бар да, ішімде күйеуім бар да, бірге барам деп айтқансыз, уәде бергенсіз, сол уәдеңізді тұрыңыз деп. Әлі мен екінші рет әлі Меккеге барған жоқпын, бірақ бұйырса сол нәрсені пландаймын, Алла қаласа планда жатырмын. Ол болған кезде тағы да бір рет сіздермен бөлсем. И вот осындай керемет бір саяхат болған болатын. Және де Қағбаны айналғандағы айтылған дұғалар, жалпы тіленген дұғалар көбісі менің әкемнің қалауымен маған үйретілген сүрелер, білімдер болды да. Бірақ негізі Меккеге дейін, Мединаға дейін ақшаны ғана уайымдай бермей, кішкене діннен хабарың болған дұрыс екен. Исторический нәрселер бар ғой, сираны кішкене тыңдап деген сияқты. Ал мен ол уақытқа дейін пайғамбар деген нәрсенің, біздің пайғамбарымыздың ол қандай маңыздылығы бар, мен мүлде білген жоқпын қыздар. Мен тек Аллахқа сыйынып, дұғамды тілеп, всегда Аллахпен связьда болып жететінмін да. Ал именно сол кезде пайғамбардың мешітіне кірмеген себебім де мүмкін сол шығар. Мен оның маңыздылығын мүлде сезінген жоқпын. Кейіннен елге келгеннен кейін барып сираны тыңдадым, жақындай бастадым. Және бір ғана сөзбен оны мен түсіндіріп бере аламын. Пайғамбар ол адам. Аллах адам емес қой енді. Біздің елестете алмаймыз ғой. Пайғамбар ол адам. И егер де сен Аллахқа прямой шыға алмасаң дейді, адам арқылы шық дейді ғой. И солай түсіндірді да маған. Егер де сен Аллахқа прямой барып айта алмай жатырсаң, онда салауат айтшы іштей. Прям пайғамбар ол адам, и сен адамға через подход, бастыққа прямой шыға алмай атсаң, через кого-то шығасың ғой, сол сияқты пайғамбар арқылы шық деген сияқты маған түсіндірді. Сол кезден бастап мен хотя бы салауат айтатын болдым пайғамбарымызға. Бұрын айтатынмын, бізге 4-ші сыныптан бастап намаз оқу үйретілді ғой, бірақ мен ол кезде оны бір болады ғой, азында тіс жуу керек дейді ғой, сол сияқты істейтін, потому что папамыз оны бізге андай қағидаға үйретті да, істемесек ұрсатын кәдімгідей да. И сол кезден бастап мен өзім дінге келдім десем болады, өз еркіммен дінге келдім десем болады. Әр адамда қандай семьяда өсіп шықса да, ол адамда, наверное, андай нәрсе бар да, өзінде андай нәрсе бар да, осы дінге келейін бе екен, келмейін бе екен, бұл менің выборым деген нәрсе да. Ол тіпті мұсылман семьяда туылса да, егер мүмкін мұсылман емес басқа семьяда да, басқа діндегі семьяда туылса да, ол адамның выборы бар екен. И мен сол кезде екінші рет выбор жасадым, что мен дінім ислам, және де мен осы дінде боламын деген шешімді қабылдадым деп ойлаймын. Қазір де енді қаншалықты мен орамалға сәйкеспін, қаншалықты білімім керемет, мен ондай мен дінді олай қатты қиындатқым келмейді екен. Мен ұстаз емеспін, бірақ именно осы Меккенің ситуациясын живой адамның аузынан естіп, сол жаққа деген махаббатыңыз ашылып барғанын қалар едім. Бағанағы құрбым берген чемоданмен мен сөйтіп Меккеде оказаться еттім. Сол сияқты сіздер бір Меккеге барған ханымдардың, қыздардың, құрбыларыңыздың историясын естіп, соны өздеріңізге позволять етсеңіздер, алсаңыздар бір дүние ырымдап, зәм-зәм ішіп, хотя бы тілеп барайыншы деп та, Аллах оны жақындатып береді екен. Және де мен барған кезде, мысалға, кішкентай қыз барып жатыр деген осуждение болды, болмады, мне не было разницы, если честно, потому что мен әкем үшін қатты уайымдадым, и мен әкем үшін істеп бере алған бірақ ісім осы болды. Мен басқа нәрсе ойлаған жоқпын. Басқа нәрсе
мен ойыма келген жоқ, түсінесіздер ма? Мен басқашалай көмектесе алған жоқпын да. И бәрі ойлады ғой, жап жас қыз, бұл вообще кит қыз ба, кім қыз бұл, не істеп жүр еще, жаңа боянып аламын, әдемі болып жүремін деген сияқты да. Сол кезде бәрін айтқам ғой, мен әкемді тілеу үшін келген адам, мені вообще не трогайте, мен өзіме өзім жүремін, мен не істеп жүргенімді білетін адаммын деп та. Сөйтіп барып құлшылығымды істеп келемін, әйтеуір осылай болған кездер болды. Енді Мекке сапары осылай болды қыздар, және де барлықтарыңызға Мекке сапарына күшті болып баруды, Аллахым сол жолды оңай қылып ашып беруін тілеймін. Және де бұл ютубтағы алғашқы видеолардың бірі болып түсейін деп тұр. Қандай тақырыптарды және де толық ашып айтқанымды қалайсыздар осы сияқты. Мысалға менің әр сапарым сондай қызық болған, например Дубайдың, Турцияның, шетелдің сапарлары, әртүрлі өзімнің оқиғаларым деген сияқты да. Вот соның бәрін ашып айтқанымды қаласаңыздар, қандай тақырыпты қалар едіңіздер, салып қойыңыздар, жазып қойыңыздар. Және де одан бөлек психотерапиялық, психологиялық любой тақырыптарды айтсаңыздар, тоже түсіріп салып қоямын. Осы Меккеге қатты барғысы келіп жүрген қыздар болатын болса, осы видеомды міндетті түрде бөлісіңіздер. Бұрын мен өзім орамал тағатын қыздарды кішкене судить ететін, олар бір менің көзіме не ухоженный, әдемі емес, бір простая болып көрінетін. Бірақ ана Мекке деген жерге барған кезде барлық миллиардер, барлық бүткіл адам сол жерде жүрді. И оларда орайтын бір ғана ақ мата бар. Даже олар іш киім кимейді екен. Даже олар аяқ киім кимейді екен тауaf еткен кезде. Даже олар вообще, мен таң қалдым сол нәрсеге, бар емес пе? Сол кезде ойладым да, значит, ол дүние дей беруге болмайды екен ғой. Бірақ әдемі бол, конечно, әдемі бол, сұлулан, өзіңнің сұлулығыңды әдемілеп отыр. Әрбір мүшеңе махаббатпен қара, мен оның бәрін түсінемін, бірақ все-таки простота, она у меня после этого только появилась, потому что я слишком горделивая была, өзімнің красотама, мен вип-казашка болып кәдімгідей суреттерді түсіріп сөйттім. И, кстати, мен Меккеге барған кезде менің аккаунтымда кәдімгі ашық суреттерім бәрі тұрды. Я помню еще жігіт бойдағы жігіт болды, еще ол кісі тиісіп кәдімгідей сөйлегені бар. Меккеге келіп оранып ертең елге барған кезде ашылып кетеді ғой бәрі деп, мындай бір тиісіп сөйлегені бар. Ол кісі оны білмеймін ғой, маған ауыр тиіп тұр ғой енді. Сол кезде мен ойбай дегенмін, кәдімгідей мәссаған осы айтуға бола ма не деп. Жанымдағы қыздардың барлығы осы қыз орамалға келсе екен, осы қыз орамалға келсе екен, мен солай айтатын едім да. Қой, мен деген әлі дайын емеспін орамалға келуге, вы чё деген сияқты. И елге келмес бұрын мен уже 8-ші күні Қабаға барып келгеннен кейін, бәрін тілеп келгеннен кейін, сол күні астында, отельдің астында, лоббида, телефонда бүйтіп барлық фотоларымды біртіндеп удалять етіп отырған месінде, прям біртіндеп удалять етіп отырмын. И жаңағы деген кісі маған келеді да, Жаке деген кісі келеді да, барлық құлшылық істеп отыр, сен неғып телефон шұқылап отырсың деп келеді ғой. Сол кезде мен Жаке, мен телефонымда, инстаграмнан бүткіл видеоларымды, фотоларымды, харам болған фотоларымды өшіріп отырмын десем, он был в шоке. Ты что, действительно что ли деп та. Барған кезде жаңағыда Турциядағы ең бүйтіп ашық киімдермен суретке түскен суреттерім болса, одан кейін мен полностью жабық болып қайттым. Ал Меккеден кейінгі өмірімде салыстырмалы түрде келетін болсақ, береке көбірек, орамал бақыт береке алып келді. Және де менің жігітім осы күнге дейін прям іздеген ғой өзінің қызынша. Сол кезде орамал тақса, осындай болса деп бүткіл критериймен іздеген да. И это я, прикиньте. Оған дейін мен тіпті анандай вип-казашка суреттермен, например, ол даже маған жазуға, тіпті мен бір жерге шақыруға духы жетпеген де болар еді деп өзі айтады негізінде. И мен ойлаймын, адам толықтай дайын болған кезде, ол адам дайын болған кезде тіпті отношения темасында ашып береді. Сол үшін де Меккеге барар кезде ақша жоқ, басқа жоқ, не жеймін, не ішемін, не тамақ ішемін деп бәрін уайымдай бермей Құдайға тапсырған дұрыс болады. Және әрбір саяхатта тапсырған дұрыс болады, әрбір істе тапсырған дұрыс болады. Мен бір керемет білімді болмасам да, бірақ папамыз бізге әрдайым Аллахқа тапсырыңдар деп үйреткен. Мен сол біліммен, установкамен қалып кеткем. И всегда қандай ситуация болса да, мен Аллахқа тапсырып отырамын. Вот осындай дүниелер, және де осыны әдемілеп ютубқа салып қоямын. Сіздер әдемілеп қолдап, таратып, және өз сезімдеріңізбен комментте бөлісіп кетсеңіздер, мне было бы очень кайфово, потому что мен сіздердің оқығандарыңызды, көргендеріңізді, бір нәрсе түйгендеріңізді білуім, бұл менің жүрегімді кішкене успокоить ететін еді. Вот осында. Енді инстаграм Падиша Ильяс жазылып алсаңыздар болады. Мен профессиональный психолог және психотерапевтпін мамандығым бойынша. Және мен сіздерді өз аккаунтымда күтемін. Пайдалы болды деп ойлаймын.